Нан ас атасы. Оның қоқымын аяқ асты тастауға болмайды деп бізді бала кезімізден үйреткен естеріңізде ме? Біздің аға буынымыз оған үлкен құрметпен қарады. Соның арқасында олар аштық пен суықтан және бірінші, екінші дүниежүзілік соғыс кездерінде аман қалды. Бірақ қазіргі жағдай қандай? Бүгінгі нан ағзаға пайдалы ма? Арнаны ауыстырмаңыз, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және бүгін біз сіздерге нанның пайдасы мен зияны, оның біздің ағзамызға қалай әсер етеді және қандай түрлері ең пайдалы деп саналатыны туралы бәрін айтып беретін боламыз. Нанның пайдасы. Нанның негізгі пайдасы ол көмірсулардың қолжетімді көзі. Бұл өнімде кездесетін жарма. Адамдарға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай. Нанның құрамында талшық бар. Ол талшықтың ұзақ қорытылуына көмектеседі. Демек, ұзақ уақыт қанықтыруына мүмкіндік береді. Бұл өнімді өсімдік ақуыздары жеткілікті мөлшерінен көп түрі бар. Тұтас өскен дәнді нан қан қысымын төмендетуге көмектеседі және қосымша салмақтан арылуға көмектеседі. Біздің әкелеріміз бен аталарымыз дәнді қолмен ұнтақтаған, ал мұндай ұн барлық пайдалы заттарға бай болады. Ең бастысы, ешқандай химиялық қоспалар мен консерванттарсыз. Зияны мен қарсы көрсеткіштері. Егер сіз оны теріс пайдалануыңыз нанның барлық пайдасын жойылуы мүмкін. Ол семіздік пен холестериннің жоғарылауына, қан диабеті және жүрек пен қан тамырларының ауруларына әкелуі мүмкін. Бұл тұрғыда бидай ұнынан жасалған ақ ұннан әсіресе қауіпті болуы мүмкін. Ұн мен қатар зауытта өндірілген нанның құрамындағы зиянды заттар болуы мүмкін. Олар консерванттар, бояғыш заттар және де эмульгаторлар. Нанның ең маңызды кемшілігі оның жоғары индексі, әсіресе ақ нандар. Өнімдер жиі қолданылатын кезде асқазан ішек жолдарының проблемалары пайда болады. Мысалы, асқазанның құрысуы, кебуі, іш қату және метеоризм. Дүкендегі сөрелерде ұсынылған барлық нан мұқият өңделген және пайдалы заттардан толық тазартылған дәндерден тұрады. Өнімнің әрбір осындай өңделуі оның құрамындағы өзгертеді. Сіз дәнді дақылдар мен бидайдың химиялық заттармен өңделетінін білдіңіз бе? Ойлап қарасақ, мүлде наннан бас тартуға болады. Себебі бидай дәні өсіп келе жатқанда егінді әртүрлі зиянкестерден қорғау үшін, содан кейін оны бірнеше рет ұзақ сақтау үшін әртүрлі химиялық улармен улайды. Сонымен қатар, жоғары сапалы ақ ұнда алу үшін оны ағартады. Осылайша барлық пайдалы макро-микро элементтері мен басқа да пайдалы заттарды толығымен жояды. Бұл факт нанның пайдалы туралы қатты ойлануға мәжбүрлейді. Нан негізінен көмірсулардан тұрады, яғни бұл гликемиялық индекс өте жоғары өнім. Ол қандағы қан деңгейінің жоғарылауына да әсер етеді. Осылайша, нанның кішкентай бөлігінде қанттың деңгейінен тез көтере алады. Бұл ұйқы безінен күшті соққы. Өйткені ол инсулиннің көп мөлшерден тез сіңіруіне керек. Инсулиннің үнемі жоғары деңгейі денедегі қабынуды тудырады және инсулинге төзімділікке әкеледі. Ал мұның бәрі екінші типтегі қант диабетіне, артық салмақтың өсуіне алып келеді. Холестерин тек бүйірлерде және іште ғана емес, сонымен қатар ішкі органдарда да жинала бастайды. Сонымен қатар денеде қорытылған өнімнің көптеген қалдықтары жиналады. Бұл қант диабеті, холестерин, артериосклероз, бүйрек жеткіліксіздігі, жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесінің ауруларын сияқты бұзылуларға әкеледі. Сонымен бірге қатерлі ісік ауруларының дамуын тудырады. Ал енді мынандай сұрақ туындайды. Денсаулыққа зиян келтірместен қандай нанды жеуге болады? Ең алғаш ақ нанды қарастырайық. Ақ нанды жасау кезінде тазартылатын астық қолданылады. Одан кебек алынып тасталынады. Қарапайым тілмен айтқанда бәрінен айырылады. Бұндай астық талшықтардан, дәрумендер мен минералдардан толығымен айырылған. Барлық нан түрлерінің ішінде толық химиялық индексін ең жоғары көрсеткішке ие. Құрамындағы ашытқыда кальцийді ағзадан шығарады. Бұл ұзақ уақыттық перспектива остеопороздың дамуына әкеледі. Сондай-ақ
Ол ас қорыту жүйесін қатты жүктейді, бауырға да әсер етеді және асқазанның қышқылдығын арттырады. Сонымен қатар ішек микрофлорасын бұзады. Ашытқы ол өте тез көбейетін және ішектегі қажетті бактерияларды ығыстыратын немесе жоятын саңырауқұлақтар. Ал бұзылған микрофлора иммунитеттің төмендеуіне тікелей жол. Сонымен жоғары клейхимиялық индексі бар. Ал ашыған ашытқысы бар ақ нанның пайдасы өте аз. Тіпті дене үшін көптеген зияны да бар. Салмақ қосудан микрофлораның нашарлауына, инсулиннің төзімділігіне, қант диабеті және жүрек қан тамырларының ауруларына даму қаупіне ие. Келесі бізде ұнтақталмаған дәнді нан. Ұнтақталмаған нанды құрамындағы диеталық талшықтар ол қандағы қантты реттеуге көмектеседі және ұзақ уақыт қанықтылық сезім береді және қан тамырлары аурулары, қант диабеті, семіздік, асқазан мен ішек жолдарының ауруларының даму қаупін азайтады. Бұндай өнім диеталық талшықтар құрамынан пробиотикалық әсер етеді. Ішектің пайдалы микрофлорасының өсуі мен қалыпты жұмысын ынталандырады. Бұл иммундық реакцияны күшейтуге, қабыну процесінің төмендетуге әкеледі. Ашытқысыз нан. Ашытқысыз нан бұл ұн мен судан тұратын табиғи ашытқымен дайындалған өнім. Ол қандағы қант процесін төмендетеді және оны екінші типтегі қант диабетінің дамуын болдырмауға үшін қолдануға болады. Ең көп тараған жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупін азайтады. Ал бірақ нанды шамадан тыс тұтыну денеге зиян келтіруі мүмкін. Шамадан тыс тамақтану кезінде ол ішектегі шірік пен ашыту процесін белсендіреді. Бұл кебулер, газдың жоғарылауына және диареяға алып келеді. Сондай-ақ ашыту процесінде кандида тұқымында саңырауқұлақтар мен кейбір зиянды бактериялар ашытуда белсенді көбейе бастайды. Қара бидай наны. Қара бидай наны дене салмағын төмендетуге және семіздіктің алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ оның қандағы қанның құрамын төмендетуге және екінші типті қант диабетінің алдын алуға қабілетті. Сарапшылардың пікірінше, қара бидайда үнемі тұтыну әйелдерге тоқ ішектен тік ішектің сүт бездерінің және еркектерде қалқанша безінің қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Сонымен қатар, мұндай өнімдерден семіздікке шалдыққан адамдарға, сондай-ақ өңешінің, асқазанының және 12 елі ішектің созылмалы ауруларының өршуі кезінде абай болу керек. Барадион наны. Барадион наны қара бидайдың ең пайдалы түрі болып саналады. Өйткені оның құрамында талшық көп. Оның талшықтары ісініп ішек қабырғаларының қажетсіз заттардан ақырын тазартады. Ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Микрофлораның құрамын қолдайды және нәжістің уақытылы шығуына ықпал етеді. Алайда көп мөлшерде жегенде ол семіздікке және асқазан ішек жолдарының ауруларының өршуіне әкелуі мүмкін. Кебек наны. Тазартылмаған дәнді дақылдардан басқа өндірушілер көбінесе нанға кебекті қосады. Ұнтақталған кезінде алынып тасталынатын астықтың сыртқы қабатының бөлшектері. Бұл соя, қара бидай, сұлы және целлюлоза талшықтары болуы мүмкін. Мұндай қоспалар талшықтардың пайдасын арттырады. Бұл тұрақты ас қорытуды қолдайды және ағзаны токсиндерден тазартуға көмектеседі. Талшық сонымен қатар жүрек ауруы, инсульт, қант диабеті және инфекциялардан болатын өлім қаупін азайтуға көмектеседі. Алайда, созылмалы аурулардың өршуі кезінде кебек қосылған нанды тұтынуға бас тартқан жөн. Олардың панкреатит, гастрит, асқазан және ішек жарасы бар кезінде қолдануға болмайды. Жүгері наны. Ұн жасалатын жүгері жармасының құрамында антиоксиданттар мен глютен және диоксидант бар. Антиоксидант компоненттер созылмалы қабынуды басады және қатерлі ісіктерде өсіретін бос радикалдарды бейтараптандырады. Сондай-ақ, олар көру органдарының жұмысын жақсартады және де жүгері ұны ішекте қанттың сіңуін баяулатады және инсулинге төзімділікпен күреседі. Екінші типті қант диабетінің қорғайды. Алайда, мұндай нан өңештің, асқазанның және 12 елі ішектің созылмалы патологиясының өршуі кезінде ұсынылмайды.
Сонымен қатар жүгері ұны қанның қоюлануын арттырады. Яғни бұл тромболиона тудыруы мүмкін. Келесі өнім ол қарақұмық наны. Қарақұмық ұнының теңестірілген амин қышқылдарының құрамында бар. Ол ақуыздарға, минералдарға, соның ішінде темірге, талшыққа, В1, В2, ПП дәрумендерімен бай. Ол жоғары сапалы бидай ұнынан жасалынады және нанның өнімдерін белсенді қолданылады. Оның құрамында қант пен глютен жоқ. Кептірілген нан. Кептірілген нанның гликемиялық индексі өте төмен. Мұндай нан ішектің қозғалуына жақсартуға көмектеседі. Тіпті гастритпен ауыратындарға да рұқсат етіледі. Сондай-ақ қандағы глюкоза деңгейін реттейді, тәбетті қалыпқа келтіреді. Ал кептіру үшін тұтас дәнді нанды таңдағаныңыз дұрыс. Нанды немен алмастыруға болады? Нанды алмастыратын ең танымал өнім ол хлебцы. Олардың құрамында хош иістендіргіштер, фруктоза, кокос ұнтағы және әртүрлі тәтті қоспалар болмауы маңызды. Кебек, қарабидай, қарақұмық, сұлы, зығыр және жүгері ұны бар нандарды таңдаған пайдалы болады. Нанды ауыстыру үшін лаваш қамыры өте қолайлы, алайда сіз грузиндік қалың емес, армяндық жұқа түрін таңдауыңыз керек. Құрметті көрермендер, беріп өткен ақпараттар сіздер үшін пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, қоңырау шанына баса кетіңіз. Және де комментарий бөлімінде өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сіздермен болған Шипагер ТВ арнасы келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.